Бірінші курс студенті Валентина Шадрина отбасында 7 ағайында. Ол үйдегі екінші бала. Филология факультетінде оқитын студенттің жақсылыққа жаны құмар. Ниетіне орай болашақ педагог мемлекеттік грант арқылы білім алады. Валентинаға көрсетілетін қолдау мен мүмкіндік оның шаңырағын шаттыққа бөледі. Если бы я не поступила на грант, мне кажется, я бы не смогла. Бұл грант болмағанда отбасының оқу ақысын төлей алмайтыны анық еді. Оның өзіндік себебі бар әрине. Студенттер үшін және жалпы Қазақстан халқы үшін жасалып отырған қамқорлығына, елбасына алғысым шексіз. Алған білімді одан әрі жетілдіріп, студенттермен тәжірибе алмасатын боламын. Валентина Шадрина мемлекет тарапынан қолға алынған бағдарламалардың игілігін көргендердің бір парасы ғана. Оқу гранттарын бөліп стартап жобаларды қаржыландыру түрлі мамандық игеруші білімпаз жастар үшін таптырмас мүмкіндік. Ал сұранысқа ие бәсекеге қабілетті ұрпақ ел игілігіне қызмет етеді. Сегодня в университете Шухана Уалиханова обучается около 7. Университетте қазіргі күні 2,5 мыңнан астам студент грант арқылы тегін білім алады. Оның 224 Ақмола облысы әкімі грантының иегерлері. Грант иегерлерінің саны да жыл санап артуда. Педагогикалық және медициналық мамандықтарға басымдық беріледі. Бұдан бөлек, облыс әкімі мен аудан әкімдерінің атаулы шәкіртақылары бар. Алдағы жылы қосымша гранттар бөлінеді деген үміттеміз. Өңірде психология, экология және туризм салаларында мамандар тапшы. Мемлекеттік қолдаудың арқасында бұл мәселелерді шешуге болады. Жастар жылына орай қашықтықтан оқытуды дамытуға арналған 50-ден астам ерекше оқу бағдарламалары жүйелі жүзеге асу үстінде. Алдағы жылы қашықтықтан оқыту технологияларын қолданатын бөлім ашу жоспарланып отыр. Бейне онлайн оқу курстары әзірлену үстінде, ғылымға да жіті көңіл бөлінеді. Осымен 3-ші жылы оқу ордасында стартаптарды қолдауға 10 миллионға жуық қаражат қарастырылып келеді. Студенттер жаңа мүмкіндіктер туралы елбасының жастар жылын жариялауға арналған жиында естіп білді. 2019 жылдың жастар жылы деп жариялануы сөзсіз барлық жастарды қуантып тастады. Және біз бұл жастар жылынан үлкен жаңалықтар күтеміз. Мәселен, жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етуі, жастардың алдағы болашағы білім алуы және денсаулық сақтау саласының барлығының дамуы біздің жастарға деген жасалып жатқан жәрдем болып табылады. Елбасы 2019 жылды жастар жылы ретінде жариялады. Ол өз сөзінде бұл мемлекет тарапынан өскелең ұрпақты қолдауға бағытталған маңызды қадам және тәуелсіздік рухымен өсіп келе жатқан бүгінгі жас буын біздің ертеңгі үмітіміз, сенімді тірегіміз екендігін ерекше атап өтті. Бұл игі бастама қоғамдағы жастардың бойында жасампаздық, бастамашылық, шығармашылық, еңбекқорлық рухын қалыптастыруға оң ықпал етері анық. Ерболат Серікбай, Сания Идрисова, Павел Соловьев, Абай Төлеген, Көкші ақпарат.